Сәлем достар, әлемде талай қызық бар. Жер бетіндегі халықтың жартысы ешқашанда қар көрмеген. Олар оны тек сурет пен кинодан ғана біледі. Эйфель мұнарасын әрбір 7 жыл сайын жаңадан бояп тұрады. Қытайда мұғалімдер оқушыларға сабақ үстінде 20 минуттай көз іліп алуға рұқсат береді. Демалып алған бала жақсы оқиды деп санайды. Жапонияның Осака қаласында аспалы автожолдардың бірі биік ғимарат ішінен сонда орналасқан компанияның офисі арқылы өтеді. Әрбір 5 адамның 2-і алғашқы махаббатына үйренеді екен. Исландияның астанасы Рейкьявик қаласында қар мен жаңбырдан кейін көктайғақ болмау үшін тротуарлар жылытып тұратын жүйемен жасақталады. Чарли Чаплиннің егіздеріне арналған конкурста Чарли Чаплин 3-ші орын алған. Коала тәулігіне 18-22 сағат ұйықтайды. Плутон ғаламшарының көлемі Ресей территориясынан үлкен емес. Әлемде ең көп сатылатын тауар кубик Рубик, 2-ші орында iPhone. Сәбилер 3 айдан асқанша көзінен жас шықпай жылайды. Аспан әлеміндегі жұлдыздар саны жер бетіндегі құм түйіршектерінен көп. Джон Роккеллер жас кезінде $100,000 табыс тауып, 100 жасауда армандады. Ол 97 жыл өмір сүріп, $192 миллион табыс тапты. Көріп отырғандарыңыздай армандардың бәрі орындала бермейді екен. Токио қаласында жануарлар демалуы үшін зообақты жылына 2 айға жауып қояды. Балалар орташа есеппен күніне 400 рет, ал ересектер 15 рет күледі. Телефонды ойлап тапқан Александр Грейм анасы және әйелімен бірде-бір рет телефонмен сөйлескен емес. Калифорния штатындағы Лифермор қаласында 100 жылдан аса уақыттан бері жанып тұрған лампочка бар. Дәлірек айтқанда ол 1901 жылы орнатылған. Колибри алға да артқа да ұша алатын әлемдегі жалғыз құс. Астронавттар шлемдерінде қажет кезінде бетін, мұрнын сипау үшін орнатылған арнаулы құрылғылар бар.